Қайырлы кеш, құрметті достар. Ағылшын тіліндегі, қазақ тіліндегі ағылшын сабақтарын одан ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз 11-ден 20-ға дейінгі сан есімдерді өткенбіз, е? Жаңа 12, 11, 12, 13, 14, 15 деп тиынге екпін түсетінін соң бәрін түсіндіргенмін. Енді бүгін 30-дан миллионға дейінгі ондық сан есімдер қалай аталады екен, бірінші соған тоқталып өтеге. Сонымен, кешіріңіздер, 30 ағылшын тілінде 30 болады. 30. Т мен H қосылған Th деген дыбыс. Егерде 13 дегенде 13 деп екінші буынға екпін сүрсек, ал мұнда бірінші буынға екпін түсіреміз. 30. 30. 30. Келесі 40, 40, 50, 50, 50 емес 50, одан кейінгі 60, 60, өткен сабақта айтқам, 60 демейміз, 60 дейміз, одан кейінгі 70, 70, 80, 80, 18, 18, 80, 80, екпінді дұрыс түсіріп үйренеміз. Келесі 90, 90, 90, 90. 19 деп айтатын болсақ 19 болады. 90 деп айтатын болсақ 90 болады. Жүзіміз 100, 100. Өздеріңіз естіп тұрғандай, мына бірінші H деген әріп ол Х дыбысын береді. Қазақ тіліндегі Х дыбысы қатты айтылады, хат дегенде. Х прямо. Ал мына жерде жай ғана екпін, жай ғана бір желірлегендей. 100. 100 деп айтпаймыз. 100. Келесі 1000, 1000, 1000, th. Жаңа Т мен H-тің бірігіп беретін th дыбысы. 1000, 1000. Million, million, миллион. Жақшаның ішіндегі 2M, миллионның белгісі, ол жаңағы әртүрлі газет журналдарда, текст, отчеттарда, есептерде текст жазғанда, мысалы үшін 25, оның қасында 2 осындай үлкен М тұрса, ол 25 миллион дегенді білдіреді. Сонымен 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Біреулер 1000 дейді, дұрыс емес. Біреулер 1000 дейді, дұрыс емес. Бұл 1000, 1000. И million. Видеоны тоқтатып, кішкене қайталап, одан кейін жазып алуларыңызға болады. Енді мысалы үшін сіз 31, 32 деп айтқыңыз келсе, 10-ға дейінгі сандарды біз өткеміз. Оны сіз 31, 32, 33, 45, 56, 66, 67, 68, 89 деп қасына 10-ға дейінгі сандарды, бірлік сандарды қосып санай бересіз. Бұл сын есімдерге қатысты осы. Енді өткендегі зат есімнің көпше түрін ары қарай жалғастырайық осы тақырыпты. Енді егерде сөз бізде F әрпіне бітетін болса, сөз F әрпіне бітетін болса, оның көпше түрін жасау үшін біз оған ES деген жұрнақты қосамыз жалғауды. Сол кезде біздің F-мыз V-ға айналып кетеді екен. F деген дыбыс V дыбысына айналып кетеді. Әріпте F дыбысы V, кешіріңіздер, F әріпі V әріпіне ауысып кетеді. Мысалы үшін shelf. Shelf. Мына сөз. Shelf. Сөре, полка. Shelves. Shelves. Сөрелер. Shelf деп қатты айтсақ, shelves деп жұмсартып айтамыз, ассимиляция жүруде. Shelves. Келесі leaf. Жапырақ. Бір жапырақ. Leaf. Жапырақтар болса, leaves дейміз. Мына сөз. Leaves. Leaves. Shelf. Бір сөре. Shelves. Сөрелер. 5 shelves. 40 shelves. 50 shelves.
40 сөре, 50 сөре. Келесі сөзге назар аударыңыздар. Келесі сөз knife. Knife, пышақ. Knife. Өздеріңіз көріп тұрғандай, к әріпі жазылады, бірақ оқылмайды. Бұны есімізге сақтаймыз. К әріпі жазылады, пышақ сөзінде, бірақ оқылмайды. Knife бір пышақ. Пышақтар болса, жаңағы фымыз в-ға өзгереді. Сосын жұмсақтап айтылады. Knives, knives. Knives емес, knives. Яғни, one knife, бір пышақ. Two knives, екі пышақ. Арғара кеттік. Chief, аспаз. Chief. Аспаздар болса, chiefs болады. Кешіріңіз, мына жерде неге леп белгісі тұр? Бұл леп белгісін қойғаным, мына ережеге бағынбайтын сөздер. Бұны тек қана есімізге сақтап аламыз. Сонымен, мына ереже бойынша біздің мына F деген әріптеріміз V-ға өзгеру керек болған. Бірақ, мына сөздер ережеге бағынбайтын болғандықтан, F әріпі өзгермей сол қалпында қалады. Біз оған тек S несін жұрнағын жалғаймызда көпше түрде шығарамыз. Мысалы үшін chief, аспаз, бір аспаз, chief. Chiefs, аспаздар. Келесі сөз. Handkerchief. Handkerchief. Бет орамал. Немесе қол орамал деп аударылады. Handkerchief. Қол орамалдар. Handkerchiefs. Handkerchiefs. Келесі сөзіміз. Roof. Roof. Шатыр. Roofs. Шатырлар. Шатырлар деп аударылады. Ағылшын тілінде. Сонымен, қысқаша осы келесі сабағымызға көшейік.